Әсел айнаның алдында тұрып барлық көйлегін киіп көруде. Қай көйлекті таңдап киерін білмей дал болды. Сол кезде бөлмесіне құрбысы Наргиз кіріп келді. Әсел, қалай, дайынсың ба? Деді сүйкімді құрбысы. Жоқ, қайдағы, қай көйлекті таңдарымды білмей тұрғаным, деп мұңайды. Қане, маған көрсетші. Мынау болмайды. Қазір. Мына ақ көйлекті киіп көрші, деді. Әсел киген ақ көйлек өзіне жараса кетті. Құрбылар айнаның алдында тұрып, беттерін әрлеп, әтір сеуіп би кешіне дайындалды. Міне құрбым, екеуміз қас сұлудың өзі болдық, деп сықылықтап күлді Наргиз. Қанатта би кешіне келеді ме екен, деп сұрады Әсел. Ой құрбым, әрине келеді. Азамат екеуі емес пе би кешін ұйымдастырып жүрген? Бүгін Қанат, ой бір сенің сұлулығыңа тамсанайын деп тұр ғой, деді Наргиз. Расымен де солай ойлайсың ба? Барған соң көрерміз, деген Әсел мен Наргиз жатақхана бөлмесінен оқу орнының екінші корпусына келе жатты. Бірге оқитын студенттердің барлығы бүгінгі би кешіне жиналды. Ерекше әдеміленген қыздар бір-бірінен өткен сұлу дерсіз. Қанат есеп пен аудит бөлімінің 4-ші курс студенті, ал Әсел дәл осы мамандықтың 3-ші курс студенті. Қанат нағыз ер мінезді, бойшаң, байсалды жігіт. Әселді бір көргеннен ұнатқан жігіт өзіне айтуға ұялып жүрген. Талай қыздың арманы болған сұлу жігіттің жүрегін жаулаған жалғыз қыз Әсел. Қыз біткеннің аузында жүрген Қанат өзіне көңілі аумайды деген ойда жүрген Әсел Қанатты көргенде жүрегі аузына шығардай дүрсілдеп кететіні бар. Қанат Әселге бүгінгі би кешінде сезімін білдірмек ойы бар. Акт залына жиналған дүйім жастар. Жылдамдатылған ең таңдаулы әуен қойылған. Әсел мен Наргиз акт залына кіріп келгенде Қанаттың ғана емес, біраз жігіттің көзі бірден Әселге түскен еді. Әсел Қанатты көргеніне іштей қуанып барады. Біраз уақыттан кейін би кеші де басталды. Жастар жарыса билеп жатты. Қанатпен билеуге асыққан қыздар оның жанынан шығар емес. Қанат бірмен билесе, екіншісімен билеуге бас тартып жатты. Әсел іштей Қанатты қызғанып та барады. Әсел, сенікі орынсыз қызғаныш. Ол сенің жігітің емес, есіңді жи, деп өз-өзіне ұрсып қояды. Майса билеген құрбылардың жанына Азамат келді де, сәлем қыздар, көңіл күйлерің қалай, деп сұрады. О, сәлем, көңіл күй деген керемет қой, деп Наргиз жауап қатты. Әсел жай ғана күлімдеген көздерімен жымиды. Азамат пен Наргиз музыканың дауысы басым болса да, әрдеңені айтып, күліп билеп тұрды. Әсел болса Қанатты көзімен іздеп барады. Басқа қыздармен билеп жатқан Қанат залдың ішінде көрінбейді. Бір уақытта тербетіле билейтін махаббат вальсы басталды. Азамат Наргизді биге шақырды. Наргиз келсе кетті. Әсел шетте тұрған орындыққа жайғасты. 1-2 минуттан кейін, не ойлап отырсыз? Болмаса кімді? Деп бейтаныс жігіттің даусы құлағына жаққандай. Әсел артына жалт қарады. Сәл кідіріп, жай билеп жатқан жұптарға қарап тамсанып отырмын, деді Әсел. Қанат жанына келгенде не айтарын да білмей қалды. Шындығында Қанатты ойлап отырған Әсел біраз абдырап қалды. Әдемі көрініс, иә, деді Қанат. Әсел басын изеді. Әдемі көріністің әдемі жұбы болып билеуге қалай қарайсың, деп Қанат Әселді биге шақырды. Әсел сәл жымиып билеуге келісе кетті. Қанат та Әсел де үндеместен әуеннің ырғағына сай тербетіле вальс биледі. Әрбір адаммен тез тіл табысатын Қанат Әселдің жанында моп-момақан болып әңгімені қалай бастарын да білмеді. Әуен аяқтала бергенде Қанат тағы бір әуен дегендей қолын жоғары көтеріп музыкантқа белгі берді. Вальс әрмен қарай жалғасты. Қанаттың жүрегі менің армандаған жарым дәл сенсің, деп сайрап тұр. Қанат бар ерік жігерін жинап, би кеші ұнап жатыр ма, деп сұрады. Әрине, деді Әсел. Қанат ойына келген сұрақты қойып, Әселмен сөйлесіп жатты. Әселдің де жүрегі дүрсілдеп, ойын жинақтай алмай, аузына түскен сөзді айта берді. Бірақ Қанатты жүрегі қалайтынын білдіргісі жоқ. Бұл жұпқа қызыға да, қызғана да қарағандар табылып жатты. Жүрегі Қанат деп соққан қыздардың барлығы мына Әселмен неге билеп жатыр? Қай жеріне қызықты екен? Соны айтсаңшы, мен де таң қалып тұрмын, деп көкіректерін көкке сүйреген қыздар оны көре алмай қызғаныштан өртеніп барады.
Қанат пен Әсел би кешінің соңына дейін ажырамай бірге биледі. Би кешінің соңында Қанат Әселге: «Мен деканатқа музыкалық аппаратты тапсырып, тез-ақ келемін. Мені күтші, жарайды ма?» деп өтініш білдірді. Әсел жарайды деп қала берді. Би кеші аяқталды. Әсел мен Наргиз ауладағы орындықта отырған еді. Әлгі Әселді менсінбеген қыздар құрбыларға жақындай келіп: «Ие, кімді күтіп отырсыңдар? Қанатты ма әлде Азаматты ма? Сендердей ауылдан шыққан қыздарды қайтсын? Сендерді алдап, басқа жаққа көңіл көтеруге кетіп қалған. Кана мен Аза біз сияқты қыздарға лайық», деп кекетіп, мысқылдап күлді. «Кімді күтіп отырғанымызда не жұмыстарың бар? Сендердей шашы ұзын, ақылы қысқа қыздар 5 минутқа ғана қызық болады. Осыны ұмытпаңдар», деп Наргиз әлгі қыздардың зығырданын қайнатып жіберді. Ашуға булыққан біреуі Наргизге жұдырығын ала жөнелді. Сол уақытта Қанат пен Азамат келе қалды. Азамат қыздарды тыныштандырып жатыр. Қанат Әсел мен Наргизді жатақханаға дейін шығарып салайын деді. Азамат үшеуінің артынан лезде қуып жетті. Екі жұп екі жаққа айырылды. Бірі артта, бірі алда шүйіркелесіп, әңгіме дүкен құрып келе жатты. Қанат пен Әсел бір-бірінен айырылғысы келмей ұзақ тұрды. Жатақхана есігі жабылады дегеннен соң жігіттермен қоштасқан құрбылар бөлмелеріне келді. Бір-біріне айтар әңгімелер көп құрбылар бөлмелеріне келгенше таусылар емес. Жатақханадағы қыздар Әселге: «О, Қанаттың жұбы болып кетіпсің ғой. Сондай жігіттерді қалай өздеріңе қаратып аласыңдар, а? Құпияларыңмен бөліссеңдерші, егерде айып болмаса», деп күліп жатты. Әсел ыңғайсызданып, екі беті алмадай қып-қызыл. Наргиз болса: «Қыздар, жігіттердің назарына лайықты болу керек. Міне құпия осы», деп құрбысын ертіп бөлмесіне кіріп кетті. «Барлық адамды дос деуге болмайды. Айттым емес пе? Дос дегенің осылайша іріктеле береді құрбым. Қолдайтын да, қорлайтын да дос бар екенін ұмытпа», деп Наргиза құрбысына айтып жатты. Әсел біраз ойланып қалды. Наргиз Қанат деп айтқаны сол еді. Әсел күлімсіреп жадырап сала берді. «Әсел, ол өмірде тіпті басқаша жан екен. Бұрын кеудесін мен деп соққан өркөкірек деп ойлаушы едім. Қателесіппін. Сыпайы, мейірімді, ер мінезді екен. Білесің бе, ең қызығы, оңаша қалғанда көп сөйлейді екен», деп күліп жіберді. Наргиздің де аузынан Азамат түсер емес. Шынайы сезімдермен бөліскен құрбылардың әңгімесін Қанаттың Әселге жазған хабарламасы бұзып жіберді. «Сұлу қыз, қайырлы түн. Ертеңгі күнді асыға күтудемін. Жүрегім әр минут сайын сен деп соғуда», деп хабарлама жіберіп, Әселді одан әрі қуантып тастады. Құрбылар әңгімесін доғарып ұйқыға жатты. Жүрегі толқығаннан әрі-бері аунап, біраз уақытқа дейін ұйықтай алмаған Әсел таң ата оятқыштың даусынан оянып кетті. Дереу киініп, дайындалып, сабаққа келе жатты. Бұрын сөйлеспейтін жігіттер Әселге амандасып, хал сұрасып жатты. Әсел аң-таң. Оқу орнына келе сала Қанатты көзімен іздей бастады. Бірақ Қанат көрінбейді. Қоңырау соғылып, сабақ басталып кетті. Әселдің көңіл күйі түсіп кеткендей болды. Қанат сол бойы оқу орнына келмеді. Әсел өзі хабарласуға арыз жібермеді. Сабақтан шығып, кітапханаға барған Әсел кеш бата жатақханаға келе жатты. Алдынан құрбысы шыға келді. «Ия құрбым, айта бер, Қанат не деді?» деп сұрады Наргиз. «Бүгін Қанатты көре алмадым. Мүмкін кеше мені алдаған болар. Қоңырау соқпады, хабарласпады. Әлгі қыздардың айтқаны раста шығар», деп Әсел көңілсіз күйде бөлмесіне келіп төсегіне жата кетті. Құрбысының ешбір сөзін естігісі келмеді. Біраз уақыттан кейін «Әселім жаным» деп әндетілген дауысты естіді. Бірақ мән берместен өңім бе, түсім бе деп жата берді. Бөлмесіндегі қыздар шуылдап кетті. Наргиз жүгіріп келіп: «Әсел, ояншы, ұйқыңнан тұршы, ояншы, сен күткен Қанат әне келді», деп Әселді оятты. Көзін іле-шала ашып, терезенің алдына жақындады. Қанат «Әселім жаным» деп әртүрлі музыкалық аспаптың сүйемелдеуімен әндетіп тұр. Қолында шоқ гүлі бар. Қанат Әселді көрген бойда қолын бұлғады. Әсел күлімсіреп, көңілі орнына түскендей болды. «Наргиз, осылай тұра бересің бе? Жігітті көп күттірмей жанына бармайсың ба?»
деп әселді сыртқа шығарып жіберді. Қанат әселді құшақтап алды да: «Әсел, менің жүрегім сені қалайды. Сенің көздерің, сенің күлкің, сенің бар болмысың, бәрі мені өзіңе тәнті етті. Мәңгілік қол ұстасып, махаббат айдынында қос аққудай бірге жүзуге қалай қарайсың?» деді. Иә деген әселдің жауабын естіген Қанат одан әрі қатты құшақтай алды. Мұны көрген бүкіл жатақхана тұрғындары қол шапалақтай жөнелді. Осы сәттен бастап оқу орнының қыз жібегі мен төлегеніне айналған қос ғашықтың махаббаты ерекше еді. Бір-бірін көзбен ұғынысқан, сезімдері ерекше ықыласпен, ілтипатпен, махаббатпен айқындалатын бұл жұпқа студенттер түгілі оқытушылардың өзі қызыға қарайтын еді. Қол ұстасқан жұптың болашаққа жоспары, арман тілегі бір еді. Күн сайын бос уақытын бірге өткізетін ғашықтар бір-біріне бауыр басып келеді. Қанат қаладағы ең таңдаулы банктердің біріне жұмысқа шақырту алған еді. Бұл Қанат үшін күтпеген жағдай болды. Дегенмен қуана келісіп, жұмысқа кірісіп кетті. Оқу жылы да аяқталып қалған. Қанаттың біржолата қалада тұрақтамақ ойы бар. Әсел мемлекеттік емтихандарын тапсырып, жазғы демалысында қалада жұмыс жасап, азын-аулақ ақша тапқысы келіп еді. Бірақ ата-анасы келісім бермеді. «Әсентайым, өзің де білесің, біршама уақыттан кейін бұйыртса қолыма мамандық иесі атанып, дипломымды аламын. Жұмысқа да орналастым. Ендігі арманым сенің жан-жарым болғаныңды қалаймын. Мәңгілік бақытты етуге уәде беремін. Келісімді берсең, тіпті жақсы болар еді. Ойлан, әлі біраз уақыт бар» деп Әселге үйленуге ұсыныс жасады. Әсел ойланып қалды. Қанаттың оқу орнын бітіру кешіне қатысып, Әсел келесі күні ауылына жол тартты. Қанатқа қоштасарда: «Сенің ұсынысың жайлы ойландым. Мен келісемін. Ата-анама айтып көремін. Оларды да көндіруге тырысамын. Қайда жүрсем де жүрегім сенімен бірге екенін ұмытпағайсың» деді. «Әсентайым, өзіңнен жақсы жаңалық күтемін. Әрине, сен деп соққан жүрегім бір секундқа да әсте сені есте шығармайды. Махаббатым менің» деп Қанат Әселді құшақтап ауылына жібергісі келмеді. Жолсеріктің «Жолаушылар, пойызға кіреміз, 5 минуттан соң есік жабылады» деген ескертуінен кейін қос ғашық бір-бірін қимай қоштасты. Жол ұзақ. Пойыздың ішінде ауылға ата-анасын сағынып оқудан қайтқан жастар. Бір-бірімен танысып, әңгіме дүкен құруда. Кітап оқып жатқан Әселдің жанына сұңғақ бойлы бейтаныс жігіт келді. «Оқыған кітабыңыз қызғау деймін. Жан-жағыңызға қарауға мұршаңыз жоқ қой тіпті. Айып етпесеңіз, қандай кітап екенін айтарсыз» деп әлгі жігіт Әселдің назарын өзіне аударғысы келді. Ал Әсел болса, баяғы байсалды қалпымен жымиып күлді да: «Сәлеметсіз бе? Махаббат қызық мол жылдар» деп кітаптың мұқабасын көрсетіп, әрі қарай парақтап оқи берді. «Әй қыздар, ғашықтық десе махаббат тақырыбы сендердің сүйіп оқитын жанрларың ғой. Дәл таптым ғой, деп Әселмен сөйлескісі келген жігіт әңгімені жалғастырғысы келгендей. Әсел сұрағына жауап бергендей басын изеді. «Иә қарындас, қайдан келесіз? Қайда жол тарттыңыз?» деді бейтаныс жігіт. «Алматыдан ауылыма қайтып барамын» деді Әсел. «Ең бастысын ұмытып барады екенмін ғой. Мен Марленмін. Ал сіздей айдай сұлу қыздың есімі кім екен, деп бейтаныс жігіт Әселге қолын созды. Әсел деп қол алысқан сәтте Марлен: «Сіздей арумен танысқаныма қуаныштым» деп Әселдің қолын қысты. Әсел тағы да күлімсіреді. Сол сәтте Қанат Әселге қоңырау шалды. Әсел орнынан түсіп сыртқа қарай шығып кетті. Әселдің артынан ерген Марлен оны күтіп тұрды. Байланыс қайта үзіліп, Әсел Қанатпен сөйлесе де алмады. Өзінің орнына келе жатқан Әселдің алдынан Марлен тағы шыға келді де: «Телефон номеріңізді қалдырып кетіңізші, сұлу қыз. Қал жағдайыңызды сұрап біліп тұрайын» деді. «Жоқ, күйеу жігітім бар. Бос уақытыңыздағы бос әңгімеңізді басқа ару қыздарға айтарсыз. Сау болыңыз» деп Әсел орнынан кетіп қалды. Күлімдеген жүзіңнің артында қайсар мінезің бар екен. Жігіт дегенің мені тоқтата алмайды. Осыдан қарап тұр, мендік болмасаң Марлен деген атым құрысын деп өз-өзіне серт беріп жатыр. Жанындағы достары Марленді мазақ етуде. Кез келген қыз сенің балдай тәтті сөзіңе еріп, дегеніңе көне кетуші еді.
Мына қызды қалайша қарата алмадың? О, сенің ұсынысыңды қабыл етпей бас тартатын да қыздар бар екен ғой, ә? Деп достары бір-бірін қоштай кетіп оны келеке етті. Жә, жарар. Мазақ етіп отырғандарыңда ертең осы қыздың қолынан шәй ішіп жүрмеңдер. Бұл қыз менің әйелім болады деп Марлен өзіне де сөзіне де тым сенімді. Қиялыңа ерік бердің бе? Оның да дұрсақ екен деп досы оның сөзіне сенбеді. Бірақ жағдайдың барлығы дәл Марлен айтқандай болды. Әсел пойыздан түсіп ауылына жүргелі тұрған көлікке отырды. Өзінен басқа жолаушының барлығы ер адамдар. Қанатпен хабарласып, ауылына жетіп қалғандығын айтты да тұтқаны қойды. Телефонға үңілген Әселге ауылына баратын жол ұзақ болып кеткендей. Көлік жүргізушісіне ауылға 20 минутта жететін едік. Неге ұзақ келеміз? Деді Әсел. Жөндеу жұмыстары жүріп жатқандықтан жолды жауып тастаған. Қазір Абай ауыл арқылы барамыз деп көлік жүргізушісі өтірікті зу еткізді. Ымырт жабылды. Әселдің бойын үрей билей бастады. Мүмкін бұлар мені соққыға жығып ақша талап етейін деп тұрған шығар. Қап, неге осы көлікке отырдым екен, а? Деген ой қорқынышқа ұласқандай. Кешіріңіз, көлікті тоқтатасыз ба? Мен осы жерден түсіп қалайын, деді Әсел дірілдеген даусымен. Қазір міне ауылға келіп қалдық деп көлік жүргізушісі тоқтар емес. Жоқ, тоқтатыңыз қазір. Естимісіз? Әйтпесе полицияға хабар беремін. Мені қайда апарасыңдар? Аш деймін есікті. Аш, деп Әсел есікті жұлқып жатты. Бар даусымен айқайға басты. Бірақ мұнысынан түк шығар емес. Жанындағы жігіттер, әлі-ақ бақытты болып кетесің, қорықпа деп мазақ етіп жатты. Әсел қанша өтініш айтып жалынса да, көз жасын тауысып жыласа да, жігіттер ауылға келін келді дегендей көліктің дабылын қосып, бір үйдің есігінің алдына тоқтады. Жіберіңдер мені, оңбағандар, жіберіңдер деп қарсыласып жатқан Әселдің басына егде жастағы әжей ақ орамал салды. Шымылдық құрылған бөлмеге алып келді. Менің күйеу жігітім бар, жіберіңіздерші, өтінемін, сүйгенім бар деп қолтықтап кіргізген әйелдің аяғына жапса кетті. Бәріміз де сендей болып келгенбіз. Сенің сүйгенің қалат, ол өмірің бітті деп бөлмеден шығып кете барды. Көзінен жас тоқтар емес. Қанатқа хабарласайын деп сөмкесінен ұялы телефонын іздеп жатыр, бірақ таба алмады. Әлгінде көлікте отырғанда біреу алып қойған сияқты. Аяқ қолы дірілдеп, әлсіз болып барады. Басы мең-зең. Бейне бір жаман түс көріп жатқандай. Бір-екі сағаттың ішінде Әселдің де үйіне хабаршы жіберілді. Ағасы мен жеңгесі қуғыншы болып келді. Ағасын көрген бойда Әсел, ағатай келдіңіз бе? Деп құшақтай жылады. Әсел, күйеу жігітті танисың ба? Деп сұрады ағасы. Жоқ, көрген де емеспін, танымаймын да. Мына жерден тезірек кетейікші, өтінемін деп ағасына қарайлады. Біздің елдің заңын менен де жақсы білесің ғой, қарындасым. Қайтып келген қыз жаман деп ата-анамызды жерге қаратпақсың ба? Ақ босағаны аттап келін атандың. Ата-анамыздың өсиеті осы әулеттің түтінін түтетіп, осы елге тастай батып, судай сіңіп кету. Бақытты бол, Әселжан, деп ағасы әке шешесінің сәлемдемесін айтты. Жоқ, ағатай, мені алып кетші, тастамашы, деп жылап ағасына жармасып жатыр. Жеңгесі жанында қосыла жылап тұрды. Ағасы өзін кінәлі сезініп бөлмеден шығып кетті. Әсел жанары жасқа толып қала берді. Таң атқанға дейін көз ілмеген Әсел, тіпті қанат пен тағдырымыз тоғыспаса, өмірдің мәні бар ма деп, мына өмірмен қош айтысып кеткісақ келіп тұрғандай. Ойдың жетегінде кеткен Әсел бәрін ой елегінен өткізіп, Алланың берген тағдырына көнемін де, қайтемін, қолдан келер шара бар ма деп өзін өзі жұбатқандай болды. Таң ата бөлмесіне Марлен кіріп келді. Әсел таң қала қарады. Бір күнде ақ менің әйелім болып шыға келдің. Қанша байбаламға салсаң да, әлгі күйеу жігітің келмейді. Мына мен сенің күйеуің, деп Әселге жақындай түсті. Сен екенсің ғой, оңбаған. Сен де адамның баласысың ғой. Мен сені танымаймын, танығым да келмейді, түсінесің бе? Махаббат, сезім дегеннен хабарың бар ма өзіңнің? Әлде бос әңгіме айту ма? Деп Әсел жылап жіберді. Қорықпа, таныс болмасақ танысып кетерміз. Өміріміз енді ғана басталды ғой. Несіне алаңдайсың, деп Марлен одан әрі отқа май құйғандай болды. Сені көргім келмейді, жек көремін.
Ал енді бөлмеден шық деп Әсел есікті нұсқады. Жарайды, сен тек ашуланба, сабырлы бол. Аппақ келіншегім менің, деп Марлен бөлмеден шығып кетті. Әсел жылап қала берді. Бар ойы Қанат. Сол бойы Қанатпен хабарласа алмады. Осылайша екі жақ құдаласып, жөн жоралғысымен келісіп жатты. Дәл осы сәттен бастап Әсел бір әулеттің келін атанды. Марлен бір үйдің кенже ұлы, ағасы мен әпкесі бар, балалы шағалы. Ата-анасы байсалды жақсы адамдар. Марлен ауылдық әкімдікте заңгер болып жұмыс жасайды. Жұмысқа орналасқанына да 2 айдың жүзі болған. Марленнің әкесі Қуаныш, анасы Кенжегүл. Әсел қабағы бір ашылмастан келіндік міндетін атқарып жүре берді. Ата-анасына, бүкіл отбасына өкпелі. Жаны жалғызсырап жүр. Таң атқаннан күн батқанға дейінгі үйдің бітпейтін тұрмыс тіршілігі оны одан әрі қажытып жібергендей. Марлен жаңа ұялы телефон алып берген. Қанатқа бәрін түсіндіріп, айтып бергісі бар. Бірақ қалай айтамын, не деймін? Болар іс болды, бояуы сіңді. Өкінгенмен пайдасы бар ма? Қанатта уайымдап жүрген болар, деп жанарынан сырғып түскен жасын сүртті. Қанат болса Әселді ойлап, өзін қоярға жер таппады. Құрбысы Наргизден Әселдің келін атанғанын естіп, төбесінен жай түскендей күй кешті. Күні-түні неге, Әселім мені тастап кеткенің бе, деген ойлар мазасын қашырғанымен, не де болса тағдырдың жазғанына көнікті. Арада біраз уақыт өтті. Жайдарлы Әселдің мінезі бүгінде тұйықталып кеткен. Көздері мұңға толы. Ішінде айтылмай қалған сырлары көп. Жан баласымен ашылып әңгімеде айтпайды. Жалғыз досы күнделігі. Сырын да, мұңын да қағаз бен қаламға ғана ақтарады. Ара тұра жылап талады. Марленнің үйленді деген аты болмаса, жұмыстан кейін көше кезіп, той думандатып, бойдақ жігіттей жүре беретін еді. Түннің жарымында үйіне келетін. Қызық қуалаған Марленнің назары қыздарға ауғанын түсініп білсе де, Әсел қыңқ етпейтін. Әсел өзін тірі өлік санайтын. Марленнің жанына жолағысы келмей, ауырып тұрмын деп сылтауратып, теріс қарап жататын еді. Бірақ бүгін Марлен мұнысына шыдай алмай, өзіңнің ауруың таусылмайды екен, кел бері басымды қатырма, деп белінен қапсыра құшақтай алды. Әсел үнсіз. Қарсыласудың пайдасыз екендігін білгелі қашан. Әселдің өксігі тамағына тығылды. Шыдай алмай далаға шығып егіл-тегіл жылады. Таң ата көзілді. Таң ата Марлен ұйқысынан ояна сала, әлгі күйеу жігітіңді ұмыта алмай жүрсің бе? Бері қара Әсел. Өзің ұмыта алмайтын болсаң, мен ұмыттырамын. Сүйгенің де, күйгенің де мен, түсіндің бе? Деп ашуға булықты. Әсел тағы үндемеді. Осылайша күндер өте берді. Жолдасының туған күніне қонаққа Марлен Әсел екеуі әкесінің көлігімен көрші ауылға жолға шықты. Құрдастарымен бас қосқан Марлен ащы судан ұрттап алып, үйіне қайтар жолда рөлді ешкімге берместен көлікті өзі жүргізіп келе жатты. Жылдамдықты арттырған Марлен рөлге ие бола алмай қалды. Жолдың шетіне шыққан көлік аударылып түсті. Артынан келе жатқан жолдастары жедел жәрдем шақыртты. Ата-анасына хабар берілді. Ауруханаға жеткізілген Марлен мен Әселге шұғыл түрде ота жасалды. Марленнің аяғына жасалған ота сәтті аяқталып, жағдайы бірқалыпты. Әсел жан сақтау бөлімінде ес-түссіз жатты. 2 апта уақыт өтсе де жағдайы жақсарар емес. Дәрігерлер оңалып кетеді деп сендіріп бағуда. Марлен есін жиған бойда үзіліп шыққан даусымен Әсел қайда, аман ба деп сұрады. Жақындары Әселдің жағдайы жақсы деп Марленді уайымдатқысы келмеген еді. Уақыт өткен сайын Марленнің жағдайы жақсарып келеді. Әсел жан сақтау бөлімінен палатаға ауыстырылғанымен есін жоғалтқан. Сөйлемейді, күлмейді. Ата-анасы я бір туысы есінде жоқ. Ата-анасы ауылдан бала кезіндегі суреттерін әкеліп көрсетсе де есіне түсіре алмады. Марлен ойыннан өрт шықты, бір адамның өмірін қор еттім деп өзін жазғыра кінәлі сезінді. Ауруханадан үйіне шығарылған ерлі зайыптылардың көңілін сұрауға келген туыстарды да танымаған Әсел
бақырая қарайтын. Қабағы шытулы болса да, алдынан жүгіріп шығып сәлемін салатын Әсел басқа жанға айналғандай. Ата-анасы қанша өмірінен естелік айтса да, басын соққылай, есімде жоқ, есімде жоқ, есіме түспей-ақ қойды, шаршадым, керек емес деп жерге отырып жылай кететін. Анасының жүрегі қан жылады. Баласының аяқ асты есінен айырылғаны жанына аяздай батып барады. Марлен болса, Әселдің жанынан бір елі шықпай, көңілін аулап, айтқанын екі етпей жасайтын. Күндер өте берді. Қанша уақыт өтсе да, Әселдің есіне ештеңе түсер емес. Бірақ келіндік өмірге үйренісіп кеткен. Марлен Әселмен оңаша қалған кезінде, «Әселжан, жаныңды қинамашы, уақыт емші деген, бәрі өз орнына келер. Дәл қазіргі сәтпен өмір сүрейік. Қазіргі кезде немен айналысқың келеді, ойланшы» деді. «Бұрынғы өмірім есіме түскенін қалаймын. Бірақ сенің айтқаныңда жөн болар, ойланайын» деп сулы жанарын нәзік қолдарымен сүртті. Марлен қолынан қысып ұстап құшақтады. Әсел де қарсылық таныта қоймады. Ертеңгі күні Әсел Марленге «Жұмысқа орналасқым келеді, мүмкін сән салонында ма?» деді. «Шаштараздың 3 айлық оқытатын курсы бар емес пе? Қаладағы мекен жайын білейін бе?» деді Марлен. Егерде мүмкіндік болса деп, Әсел Марленге қарай алмай ұялыңқырап тұрды. «Әрине, әрине, бәрі болады» деп, Марлен қалтасынан ұялы телефонын шығарып, қаладағы достарына хабарласа бастады. Кешқұрым Марлен Әселге қалаға оқуға баратынын жеткізді. Ата-анасын хабардар етіп, ақ батасын алып, екеуі қалаға жолға шықты. Әсел Марленді нақ бұрыннан танитындай сезімде болды. Жүрегі қанатпен шатастырып тұрғандай. Пойызға жайғасқан екеуі таң ата қалаға жетті. Күту залына қарай аяңдап келе жатқан жас жұбайларды мәре-сәре болып достары күтіп алды. Әселге Марленнің достары бірден ұнады. 3 ай бойы қалада пәтер жалдап тұрмақ ойлары бар. Сонымен не керек, оқуы басталған Әсел өмірге жаңа келгендей күй кешті. Марлен әрбір сәтте қасында бола білді. Жүрегі сезетін беді, кім білсін. Марленнен үнемі «Екеуміз қалай таныстық? Мені танығаныңа қанша уақыт болды?» деп сұрайтын еді. Бірақ Марлен бар шындықты жасырып қалатын. «Қалада кездейсоқ таныстық. Менің жүрегім сені бірден ұнатты. Сенің де маған деген сезімің болғаннан кейін екеуміз үйленуге шешім қабылдаған едік» деп әсерлі махаббатқа толы хикаяны құрастырып айта беретін. Баяғы ашық ауыз Әсел сене қалатын. Оқуынан қайтып келе жатқан Әселді құрбысы Наргиз сыртынан байқап қалды да, артынан жүгіре жөнелді. «Әсел, Әселөк» деп бар даусымен айқайлап келеді. Әсел де тоқтай қалды. Бейтаныс қыздың өзінің атын атағанына таңғала қарады. «Бармысың жаным құрбым, қайдан жүрсің? Қашан келдің?» деп Наргиз құрбысын құшақтай сұрақты жаудырып жатты. Әсел танымастан күлімсіреп тұрды да, «Кешіріңіз, мені біреумен шатастырып тұрған боларсыз» деді. «Ойбай, тұрмысқа шығамын деп, мені ұмытып қалғаннан саумысың, а? Қойшы мынандай қалжыңды. Одан да айтшы, жағдайың жақсы ма?» деді Наргиз. «Рас айтамын, мен сізді өмірімде бірінші рет көріп тұрмын. Кешіріңіз» деп теріс бұрылып кете барды. Наргиз де артынан қалар емес. «Қанатпен бірге мені де ұмытқаның ба сонда? Қалайша танымайсың? Мен Наргизбін. Жатақхана, есеп және аудит факультеті. Құрбым, саған не болған?» деп Әселді құшақтады. «Кешіріңіз, есіме ештеңе түсер емес» деді Әсел мұңайған көздерімен. Қолынан ұстап, шеткерек тұрған орындыққа Наргиз екеуі жайғасты. «Есімде жоқ дегенің, есіңді жоғалтқаның ба сонда? Әселек құрбым менің» деп Наргиз құрбысын аяп кетті. «Мұның барлығына әлгі сенің күйеуің кінәлі. Ойда жоқта сені алып қашып кеткен сол емес пе еді? Әбден сенің түбіңе жетіпті ғой» деп Наргиз ашуланды. «Сонда сен мені бұрыннан танимысың? Қанша жыл? Не айтып кеттің? Алып қашу? Мұның бірі де есімде жоқ» деді Әсел. Наргиз Әселдің бұрынғы өмірін өзіне баяндап берді. Әсел ұзақ ойланып отырды да, «Марлен басқаша айтып еді.
Мүлдем түсіне алар емеспін. Сонда өтірік айтқаныма не болып кетті өзі? Марлен неге мені алдады? Неге? Деп Әсел Наргизге қарады. Құрбым, жүрші, бұрынғы суреттерді көрсетемін. Мүмкін сол кезде бұрынғы өмірің есіңе түсетін болар. Қанатты да есіңе түсірерсің, деді Наргиз. Жоқ, мен үйіме қайтып барамын. Мен ойланып көрейін. Шынымды айтсам, қалаға шаштараздың 3 айлық курсын оқуға келгенмін. Бұрынғы өмірімді қазбаламаймын, есіме түсер. Я болмаса бұйырғанын көрермін. Әзірше сау бол, деп Наргизбен қоштасқан Әсел кетіп қалды. Наргиз өзінің алдында басқа Әселді көргендей. Бірақ Наргиздің сөздері оны ойландырып қойды. Үйіне келе сала Марленге Наргизбен кездескенін айтты. Қайдағы жоқ адамдарға сене берме, тек маған сен. Мүмкін ол алаяқ болар, кім білсін, деп Әселді өзінің сөздеріне сендіруге тырысты. Мүмкін, бірақ дей берген Әселге Марлен, бұрынғы өмірді еске салып керегі не? Есіңе келіп жатса жақсы болар, бұйырғанын көрерміз, деді. Иә, бірақ қаншама естелік айтса да есіме ештеңе түспеді, деді Әсел. Осымен Марлен мен Әсел бұл тақырыпты қозғамады. Не дегенмен Әселдің көңілінде Марленге деген сенімсіздік қалып қойды. Наргиз де Әселді басқа көре алмады, не ұялы телефон номерінде жазып алмаған. Үштігейлі ғайып болған құрбысын іздесе де таба алмады. 3 ай дегенің 3 күндей өте шықты. Ауылға куәлікпен оралған Әсел мәз. Аудан орталығына жұмысқа орналасты. Марленді жүрегімен сүймесе де сыйлайтын еді. Көп ұзамай Әсел аяғының ауыр екенін білді. Бұл жаңалықты ата енесі Марлен де естіді. Марленнің қуанышында шек болмады. Әсел айы күні жетіп, шекесі торсықтай ұл баланы дүниеге келді. Мәре-сәре болған туысқандар Әселді кішкентай бөбегі мен перзентханадан шығарып алған. Мәре-сәре болған туысқандар Әселді кішкентай бөбегі мен перзентханадан шығарып алды. Марлен өзінің әке атанғанын достарымен бірге атап өтті. Бірнеше уақыттан бері ащы суды аузына алмаған Марлен масайып қалған. Ішіндегі әттең деген өкініші мен болашаққа деген қорқынышын дос-жарандарына жайып салды. Шын достары қолдап жатқанда күндес достары күле отырды. Сондағы айтқаны мынау еді. Әселді сүйгеннен айырып бақытсыз еткеніме өкінемін. Егерде өмірімді қайтадан артқа айналдыру тетігі болса, ойланбастан Әселге үйленбес едім. Қазір есін жоғалтқаннан ештеңе білмейді. Қашан есіне түседі екен, бәрін біліп қойса қайтемін деген қорқынышпен әр сәтімді өткеріп келемін. Кейде еңсем түсіп кеткенде бар шындықты айтқым келеді. Бірақ бауыр басып, жүрегімнің бір бөлшегіне айналып барады. Енді қайтсем екен, деді. Оның саған сезімі бар ма? Қалай ойлайсың? Есіне түскен күннің өзінде де сені тастап кете қоймас, деді бір досы. Иә, баласының әкесі атандың. Бәрі сол құрғыр бәстен басталды емес пе? Деп бір досы ескіні еске түсірді. Мұңайма досым, адамның емес, Алланың дегені болар, деп достары Мәрленге қолдау көрсетіп жатты. Білмеймін, бала сылтау болады ма, кім білсін. Деп басы салбыраған күйі стақанын соғыстырып отыра берді. Әселдің бар махаббаты, көңілі де жаңа туған нәрестесінде еді. Бар уақытын баласына арнап Мәрленді ұмытқандай. Марлен одан әрі уайымға салына бастады. Бала шошып қалады деп қатты даусын шығарып сөйлемейтін еді. Марлен өзін керексіз сезініп, жұмыстан кейін ара-тұра ащы судан ұрттауды әдетке айналдырған. Әселге мұның бірі де әсер етпеді. Уақыт өте келе Әселдің мазасын алуды шығарды. Маған көңілің суыды деп үрейлене бастады Марлен. Күндер жылжып өте берді. Бірде ащы судың дәмін татқан Марлен түннің ортасында үйіне келіп Әселдің мазасын қашырды. Құшақтап сүйгісі келіп еді, Әсел қолынан итеріп жіберді. Марлен ашуға булығып, кел бері, сенің бітпейтін сылтауыңнан шаршадым, деп Әселді жұлқи түсті. Марленнің ашулы түрінен қорыққан Әсел оны тыныштандыруға тырысты.
Марленнің бұл әрекетін түсінбеген Әселдің көзінен аққан жас таусылар емес. Әлгінде кездескен құрбысының сөзі есіне түсіп кетті. Марленнің көрсеткен ілтипатын алға тартып жамандыққа қияр емес. Бірақ дәл қазіргі Марленнің әрекеті оны ойландырып қойған еді. Марлен емес, нақ бір хайуан кейпіне еніп кеткендей. Марлен мастығы тарқамастан жұмысына кетті. Кеше түнде болғанның бірін білсе, бірі есінде қалмаған. Мұңайып көңілсіз отырған Әселді ренжітіп қойғанын түсінгендей болды. Жұмысынан келе жатып, шоқ гүлдерімен үйіне оралды. Әсел тіпті қарағысы келмеді. Асты үстіне түсіп, қалай да болса Әселдің ренішін басуды ойлаған Марлен кешірім сұрап әлек. Әселдің мейірімділігінен болар, Марленді кешіре салды. Марлен балаша қуанды, бірақ бұл әрекеті ұзаққа бармады. Араққа сылқия тойып алып, бұдан бетер сорақыны көрсетіп, Әселдің мазасын алып, түннің ортасына үйіне келіп, таңға дейін ұйқы бермеді. Әсел үйіне кетіп қалуды ойлады. Ұят деп үнемі өзін өзі басып отыратын. Баласының бір жасқа толуына жақын қалғанда Марлен бір жас қызбен көңіл қосыпты деген қауесет сөз ауыл ішінде тарап кетті. Әсел сенбеді, сенгісі келмеді. Марлен отырыстардың біріне өзімен бірге ілестіріп апарған кезінде бір досының әйелі Әселге бәр мән жайды айтып берді. Марленнің өзінен сұраған кезінде бет бақтырмай мойындамады. Бұл әрекетінде кешірді. Әлгі көңілдес қызы өрімдей жап-жас екен. Марлен жақын арада баламның әкесі атанады деп Әселдің үйіне келді. Әсел төбесінен жай түскендей абдырап қалды. Екі құлағы бітіп, керең болып қалғандай. Ата-енесі, мынау не қылған сұмдық? Елге енді қалай қараймыз? Қартайған шағымызда көрсеткен бұл не қорлығыңа, баламау деп жатты. Әсел үндемеді. Киімдерін жинастырып, сөмкесімен баласын арқалап төркініне кете барды. Ата-енесі баласының жасаған қиянаты үшін кешірім сұраса да, Әсел ешбір сөзді ескісі келместен ауылына жолға шықты. Ауылына барар жолда, Құдайым, өзің берер сынағыңа төтеп берер күш-қуат, асқан сабырлық бере көр деп келеді. Есімде өткен өмірімнің бір сәті де қалмапты. Жаңа өмір бастаймын дегенімде күйеуімнен көрген қоқан-лоққы қиянат болды. Ішім жанып, өзегім өртеніп барады. Ендігі өмірім қалай болмақ? Ата-анама масыл болып отырмақпын ба? Марленмен осымен жұбайлық өмірім бітті. Ендігі өмірімді тек баламаған арнаймын. Жалғыз сенсің, қуанышым менің, батырым деп баласын құшақтай жылап алды. Ауылына келіп ата-анасына болған жағдайдың барлығын айтты. Ата-анасы қызына қолдау білдіріп, бұл өмірде жалғыз емессің, ата-анаң, арқа сүйер бауырларың бар. Тағдырдың жазғанын көрерсің қызым деді. Біраз уақыттан кейін баласы бір жасқа толып, тәй-тәй басқан алғашқы қадамын ағайын туғандарымен атап өтті. Араға уақыт салып, ата-енесі мен Марлен Әселдің үйіне келді. Әсел де, ата-анасы да қарсылық білдіріп, Марленмен ажырасатындығын жеткізді. 6 ай уақыт өтті. Әсел ауылдағы сән салонының бірінде жұмыс жасап жүрген. Жұмыстан келе жатқанда көшеде отырған ауыл тұрғындары оны сөз етуден шаршамады. Тіпті өзімен қатарлас құрбы құрдастары да келеке ететін еді. Әселдің ұнжырғасы түсіп, бөлмесіне кіріп алып жылайтын еді. Бірақ ауылдағы өмірі оны алға жетелемейтіндігін түсінді. Баласын ата-анасына тастап, қалаға жұмыс жасауға кетті. Азын-аулақ ақшасына пәтер жалдап, қаладағы ең ірі сұлулық салонына жұмысқа да орналасты. Онысымен қоса мектептің еденінде жуды. Ұйқы мен шаршауды соңғы орынға қойған Әсел, таңның атысы, күннің батысы, тек қалада тұрақтап, үйлі болуды жоспарлап жүрген. Ал бұл уақытта Қанаттың жағдайы басқаша еді. Қаладағы ең атаулы банктың бірінде бөлімшенің бас маманы қызметіндегі Қанат әлі де үйленбеген. Әселді ұмытар емес. Наргиза кездейсоқ кезіп қалған Қанатқа Әселмен кездескенін айтып қалды. Не дейсің? Есін жоғалтты дейсің бе? Қалайша? Аман бекен өзі? Деп Қанат қазбалап сұрай бастады. Иә, есін жоғалтып мені мүлдем танымады.
Шынымды айтсам, Әселге жаным ашып кетті. Алматыға оқуға келіпті. Бұрынғы өмірін есіне түсіргісі келмейтін көрінеді. Ал қазіргі жағдайынан бейхабармын, деді Наргиз. Есін қалайша жоғалтты екен? Наргиз, айтшы, Әсел өзгерген бе? Деді сағынышын жасыра алмаған Қанат. Еш өзгеріссіз, сол баяғы биязы байсалды Әсел, деді Наргиз. Қайда жүрсе де аман болсын деп күрсінді Қанат. Бірге жүрген кездеріңде барлығымыз сендерге қызығушы едік. Махаббаттың белгісі болған махаббат хикаяларың отбасылық өмірге ұласпаған өкінішті. Енді сенің де отау құрып, отбасылы болуың керек шығар, деді Наргиз. Иә, ата-анамда немере сүйіп, келінді болғысы келеді. Түсінемін, бірақ жүрегімде Әселден басқа ешбір жанға орын жоқ сияқты көрінеді, деді Қанат. Айналаң толған жақсы адамдар емес пе? Алла тағала ол күнге де жетерміз, деді Наргиз. Қанаттың жары болуға дайын қыздың қатары да аз емес. Десе де қарындасым деп көңіл аудармаса, қыз біткенге көңіл аумаған. Әселмен бірге бақытты ғұмыр кешемін деген сенімі бүгін сөнгендей. Арада біраз уақыт өтті. Әселдің бүгінгі күнгі табысы жаман емес. Қайтсем де аяққа тұрып, баспаналы боламын деп барын салуда. Ол күннің де ауылы алыс еместі. Жаңа пәтер алу үшін алғашқы жарнасын жинап та қойған. Алла бұйыртса жақын арада үйлі болып қалуы да ғажап емес. Қанат бөлімшедегі Әселге мінезі ұқсайтын, байсалды, сабырлы қызбен сөйлесіп жүр. Сезімі болмаса да күннен күнге бауыр басып келеді. Қанаттың асты үстіне түсіп, бар жағдайын жасап баққан аяулым Қанатты бір көргеннен ұнатқан. Аз уақыттың ішінде ата-анасымен таныстырып үлгерген Қанат көп созбай аяулымға үйленуге ұсыныс жасаған еді. Аяулымның мінезі, қарапайымдылығы Қанаттың ата-анасына бірден ұнады. Көп созбай-ақ Қанат пен аяулымның ата-анасы бір-бірімен танысып, тойдың қамына кірісіп-ақ кетті. Аяулым өзін әлемдегі ең бақытты жан сезінгендей. Әсел жұмысында жүргенінде бейтаныс нөмір қоңырау шалды. Тұтқаны көтерген Әсел күлімсірей бастады. Әрине, міндетті түрде. Иә деп тұтқаны қойды. Жанындағы ұжымдастары Әселді жігітпен кездеседі деп ойлаған сыңайлы. Әлде бір жақсы жігіт тапқан сияқтысың ғой, деді біреуі. Әрине, көрмеймісің, көңіл күйі көтеріліп, жүзі жадырап сала берді ғой, деді екінші бір құрбысы. Осы сендердің жігіттен басқа айтар әңгімелерің жоқ сияқты ғой, Маған жігіт те басқасы да керек емес. Қоңырау шалған банк қызметкері. Бөлімшеге барып жолығу керектігін айтты. Үйдің кезегі жақындап қалған-ау, деді Әсел. Мынауың да жаман жаңалық емес екен. Өзіңнің үйің болғанға не жетсін? Алла сәтін салып үйлі болуыңа тілектеспін, деді жанындағы бір құрбысы. Түскі үзілісте Әсел Қанат жұмыс жасайтын бөлімшеге келді. Адамдар ығы-жығы. Кезекті күтіп отырған халық. Түскі үзіліске шығып бара жатқан Қанат күту залында отырған Әселді көргендей болды. Жылдар өтсе де сезімі суымаған Қанат көз алдыма елестеді ме деп ойлады. Елес болса да көрейін деген оймен Әселдің жадына жақындап келді. Әсел болса кезегі келіп орнынан тұрып кетті. Сонда Қанат, бұл елес емес, Әселдің нағыз өзі. Жоқ, Әселді өз көзіммен көрдім. Қазір мен барғанда танымаса қайтемін. Бәрібір ең болмағанда жүзін бір көрейін деп өз-өзімен күбірлеп сөйлесіп тұрған еді. Әселді есіктің алдында біраз күтті. Әсел банктен шыға берген кезде Қанат оны бірден тоқтатты. Әсел деп дауыстап шақырды Қанат. Өзінің есімін естіген Әсел селк ете қалды да артқа бұрылды. Өзінің есімін естіген Әсел селк ете қалды да артқа бұрылды. Бейтаныс жігіт жанына жақындап келді де қолын созды. Қалың қалай, Әсел? Мұнда қайда жүрсің? Деді Қанат. Кешіріңіз, мен сізді танымадым, деп Әсел Қанаттың созған қолын бос қайтарды. Әлгінде Наргиздің айтқаны рас екен ғой. Тіпті сен танымасаң да, қаламасаң да, осы бір сәтті жылдар бойы күттім ғой. Арасында сенсің ғой менің ғашығым, жаным, Әселім. Білсең ғой, осы бір минуттарды қанша күн, қанша түн күткенімді.
өзгермеген өң бойында бір мін жоқ қой шіркін, деп Қанаттың ішкі даусы сайрап тұр. Екеуміз бір оқу орнында оққан едік, деді Қанат. Оқу орны дейсіз бе? Мен есімді жоғалтып алғанмын. Сондықтан да студенттік кезім есімде мүлдем жоқ, деді Әсел. Бірақ осы бір бейтаныс жігітті бұрын соңды көргендей сезімде болды. Түсінікті. Бірақ сен еш өзгермепсің. Сол баяғы қалпыңдасың. Айтпақшы, ендеше танысып қояйық. Менің есімім Қанат, деп тағы да қолын созды. Әсел жай ғана күлімсіреп, Әсел деп ол да қолын созды. Қанат Әселге ұзақ қарап, нәзік қолдарын жібергісі келмеді. Әсел ыңғайсызданып, қолын тартып алды. Қанат сәл кідіріп, мен осы бөлімшеде жұмыс жасаймын. Көмек керек болса айтарсыз, деді. Ниетіңізге рахмет, сау болыңыз, деп Әсел кете барды. Қанаттың жан дүниесі қаламаса да қоштасып қала берді. Жүрегі алып ұшып, өзін қоярға жер таппады. Қуаныш сезімі бойын кернеп барады. Бөлімшеге жадыраған көңіл күймен кіріп келген Қанат аяулымды байқамады. Сені күтіп отырмын, қайда кетіп қалғансың, деп аяулым Қанаттың жанынан келді. Сыртта ескі танысымды көріп қалдым. Біршама жылдан кейінгі кездесу басқаша болады екен, деді Қанат. Қанаттың бұл сөздері аяулымға жақпай қалғандай. Бірақ сыр білдірместен әңгімені әрі қарай жалғай түсті. Жарайды, асқазаным мазалап, жұмыс жасауға мұрша берер емес. Жүр, түскі ас ішіп келейік, деп қолтықтап Қанатты алға сүйрей түсті. Қызметкерлермен бірге түскі ас ішіліп жатты. Бірақ бар ойы Әселде. Түскі астың үстінде әңгіме қызып жатыр. Қанат бірін естісе, бірін естпейді. Аяулым Қанаттың жайын ұғынар емес. Түскі астан кейін Қанат Әселдің құжаттарын тауып тексере бастады. Бір баласы бар екенін, ажырасқанын білді. Әселдің құжаттарын енді өзі рәсімдейтін болып шешті. Кеш батты. Аяулым тойға дайындықты бастап кеткен. Қанат болса, жұмыстан кейін кеңседе қалып, Әселдің құжаттарымен біраз отырды. Аяулыммен бірге той салонына баратынын да ұмытып кеткен. Аяулым қоңырау шалғанда ғана есіне түсті. Аяулымның әңгімесі тойдың қамы қызықтырар емес. Мұны аяулым да сезгендей. Қанша сұраса да сылтауратып ештеңе айтпаған Қанат көп ойланатын болған. Әсел тағы да бөлімшеге келді. Сол күні оның құжаттарын Қанат қабылдады. Екеуі жұмыс барысымен біраз сөйлесті. Қанаттың да түр әлпеті, өзін ұстауы, мінезі Әселге ұнағандай. Есіктің алдына дейін Әселді шығарып салып қоштасты. Мұны көрген аяулым бір шикілік барын сезді. Уақыт өте берді. Қанат пен Әсел жұмыс барысымен көп сөйлесетін болған. Әсел Қанаттың жанында қорғаны бар кішкентай қаншайымдай сезінетін. Достық қарым-қатынаста болған қос ғашық бір-бірін үнсіз ғана түсінгендей. Әсел де Қанатқа бауыр басып келеді. Қанаттың әбден басы қатты. Аяулымға бар шындықты жайып салғысы бар, бірақ қалай айтарын білмей, аяулымға көңіл аударуды да қойған. Аяулым артынан аңдып жүріп, Әселмен бір байланысын сезгендей. Әселдің құжаттарының көшірмесін алып, Қанаттың үстелінің үстіне лақтырып жіберді де, «Иә, Қанат мырза, бар көңіліңіз осы құжаттарда екен. Себебін білуге бола ма?» деп көздері жасаурап сұрақтың астын алды. «Тоқташы аяулым, мен бәрін қазір түсіндіремін. Тек ашуланбашы», деп Қанат тыныштандырып әлек. Осыдан деп барлығын қалай болғанын жеткізді. Сөз соңында аяулым, «Маған деген сезімің болмағаны ма сонда? Онда неге үміт бердің? Үйленеміз дегенің қайда?» Жоқ, мен өзімді барша жұрттың алдында масқаралауыңа жол бермеймін. Маған үйленесің. Айтқаным айтқан. Әйтпесе, деп аяулым ашуға булығып, сезіміне ерік берді. Қанат аяулымның алдында өзін кінәлі сезініп, үндеместен отыра берді. «Тез арада үйленеміз, әйтпесе мына қалада жүре алмай қаласың. Есіңді жи, Қанат. Мен саған ойыншық емеспін», деп есікті тарс жауып шығып кетті. Қанат берген уәдесіне тұра алмаған үшін өзін жазғырып әлек. Әселден қазір айырылсам, мәңгілікке көрмей кетуім мүмкін. Аяулымға да үміт берген өзім. Енді қайтпекпін. Оның да бір амалы болуы керек қой. Жақсылап ойлану керек.
шешімі табылмай жатқан есеп қисаптай бәрі шиеленісіп кеткендей. Сол күні бөлімшедегі бір қызметкердің туылған күніне орай ұйымдастырылған кешке барлық қызметкерлер тегіс жиналды. Аяулым да Қанат та сыр білдірер емес. Қанат дастарханға отырғаннан ащы судан ұрттап, кеш соңында есін білместен масайып қалды. Аяулымға да бұл жағдай жағып барады. Бүгін құрығыма жақсылап түсетін болдың ғой. Әселіңді мәңгілікке ұмытарсың енді деп миығынан күлді. Жолдастары Қанатты аяулымның үйіне жеткізіп тастады. Аяулым бұрқыратып иіс суды сеуіп, шілтір аппақ іш көйлегін киіп, ақыры не керек барлығы аяулым ойлағандай болды. Қанаттың құшағында жатқан өзін дәл қазір бақытты сезінді. Енді менен ешқайда кете алмайсың дегендей өз-өзіне тым сенімді болды. Таң ағарып атып келеді. Қанаттың басы ауырып барады. Тамағы кеуіп, су ішкісі келді де көзін ашты. Жанында аяулым жатыр. Орнынан шошып тұрды да, мынау не? Қалайша? Аяулым, сен, есімде түк жоқ. Кешірші мені деп басын ұстай отыра кетті. Жаным ештеңе етпес, біз бәрібір үйленеміз ғой. Мұның ерте кеші жоқ емес пе? Мен бәрібір сендікпін ғой жаным деп аяулым Қанатты құшақтай түсті. Еңсесі түскен Қанат су ішті де қайтадан жата қалды. Таңғы асты дайындаған аяулым Қанатты оятты. Көңіл күйі болмаған Қанатқа аста батпады. Жұмысқа бірге келген Қанат пен аяулымды бәрі сөз ете бастады. Байқаймын, тойдың ауылда алыс емес сияқты ғой. Тым жарасымды жұпсыңдар, бақытты болыңдар. Қанат сияқты күйеуің болса, арманың жоқ қой, иә? Жігіттің төресі ғой, деп осы жұпқа қызға қарағандар табылып жатты. Аяулымның бақыттан басы айналып, өзіне тым сенімді еді. Қанат жұмысына келген бойда Әселдің құжаттарын рәсімдейін деп жатқаны сол еді. Аяулым кіріп келді. Сен бұл құжаттарды рәсімдемейсің, басқа біреуге бер. Болды, ұмыт. Сенің өміріңде енді мен ғана бармын, деді аяулым. Қанаттың Әселден айырылып қаламын деген ойы оны сөйлетті. Аяулым, сен адал, тым жақсы қызсың. Бірақ менің жүрегімде саған деген орын жоқ, түсінесің бе? Барлығы үшін кешірім сұраймын. Бақытты болуға әбден лайықсың. Мен Әселмен бірге боламын деп шештім, деді. Қанат, сен не деп тұрсың? Кешегі түнше, менің өмірім саған ойыншық па? Жоқ, мені пайдаланып, тастап кетуге жол бермеймін. Үйленеміз, болды, деп аяулым одан әрі ашуланды. Аяулым, кешегі түн менің есімде жоқ. Мүмкін сен алдап тұрған шығарсың. Қайтсем де Әселден бас тартпаймын, деді де Қанат бөлімшеден шығып кетті. Әбден ашуға болыққан аяулым не істерін білмеді. Қанат ата-анасына келіп, мән-жайдың барлығын баяндады. Ата-анасы Қанатты үнсіз тыңдады. Балам-ау, аяулымды қайтпексің? Үйленемін деген уәден қайда? Ата-анасының алдында бізді ұятқа қалдырдың. Қой, махаббат үйленгеннен кейін-ақ болып жатар. Менің айтарым осы. Аяулымды келін етіп аламыз, болды, деп анасы Қанатқа қарсылығын білдірді. Анашым, жүрегім оны қаламайды, түсінесіз бе? Қаламайды. Әселмен бірге боламын деп үйден ашуланып шығып кетті Қанат. Қанат, әй Қанат, балам-ау деп анасы артында айқайлаған күйі қала берді. Тек әкесі үндемеді. Осылайша Қанат Әселмен хабарласып, өз сезімін білдірді. Баяғы қол ұстасқан ғашықтар қайтадан табысты. Әсел өзінің баспанасының кілтін алып, жылы ұясына қоныстанды. Қанат басқа бөлімшеге жұмысын ауыстырып, телефон нөмірінде ауыстырып тастаған. Ата-анасымен хабарласуды да қойды. Аяулым тыныш қарап жатсын ба? Өзін жүктімін деп Әселдің жұмысына барды да Қанатпен болған жағдайдың барлығын жеткізді. Тіпті кейбір жағдайларды ушықтырып айтып берді. Әсел тағы алдандым деген оймен Қанатпен кездесуді доғарды. Қанат болса Әселге жағдайдың барлығын түсіндіремін деп әлек. Әйтеуір кездесудің реті түсті. Кездесу барысында Қанат, Әсел, бірнеше жыл бұрын мен сені жоғалтқанмын. Тағы да жоғалтқым келмейді. Аяулымға сөз салып, үйленемін деп уәде бергенім рас. Бірақ оған деген тек сыйластықтан басқа сезім жоқ.
Мен сені сүйемін, жаныммен, бар тәніммен сені қалаймын. Сен өмірімде болмаған сәттің өзінде жүрегім сені ешкімге айырбастаған емес. Маған бір мүмкіндік берші, өтінемін. Сенсіз бәрі бос, сені бақытты етемін деп бар сырын ақтарды. Әсел көз жасына ерік берді. Себебі жүрегінде Қанатқа деген сезім ерекше еді. Ессіз ғашық оты бойын билеп Қанаттың құшағына енгісі келгендей. Бірақ оған деген назы реніші Қанатпен біржолата қош айтысуға итермеледі. Сонда Әсел, мен баланы жалғыз өсірудің қандай қиын екендігін білемін. Менің ұлым да әкесіз өсіп келеді. Қоғамда әкесіз өскен балалардың қатары көп болғанын қаламаймын. Дүниенің жарығын әлі көріп үлгермеген сәбидің еш кінәсі жоқ. Сондықтан қайтадан аяулымға қосылғаның дұрыс. Біз қанша қаласақ та жолымыз екі бөлек. Қош бол, аман бол деп жүрегі езілердей күй кешіп, жанарынан жас тоқтамаған күйі артына қарамастан кете барды. Қанат артынан жүгіріп тоқтатқысы келгенімен онысынан ештеңе шықпады. Қанат осы сәттен бастап жұмысты да басқасын да ұмытып, ішімдікке салынып, әлсіздік, шарасыздық оның жанын жеумен күнін өткізіп жатты. Аяулым мен ата-анасы алып шаһарды қанша шарласа да оны таба алмады. Қанат қараңғы түнекте өмір сүріп жатқандай күй кешті. Әселдің де жағдайы мәз емес. Іші түтін, сырты бүтіннің қалпына енгендей. Баласын ауылдан алдырып мектепке орналастырды. Көңіл күйі жоқ екендігін жақындарына білдірткісі келмеді. Қанатты ұмыту мүмкін емес болып барады. Мәңгілік махаббатым деген адамы алдағаны жүрегіне тиген ауыр соққы болғандай. Қанат ақыры Бөтелкемен дос боламын деп ауруханадан бірақ шықты. Жан сақтау бөлімінде бір айдай ес-түссіз жатты. Артынан іздеп келер ешкімде болмады. Тек бір танысы кездейсоқ көріп қалып ата-анасына хабар берді. Ата-анасы емдеуші дәрігермен сөйлесіп, Қанаттың жағдайынан хабардар болды. Бір айдан соң есін жиып палатаға ауыстырылды. Қанаттың көңіл күйі жоқ. Әңгіме де айтқысы келмейді. Біраз уақыт ауруханада емделіп, үйіне шығарылды. Үйіне келгенде аяулым хал жағдайын сұрауға келді. Қанат аяулымды көргісі келмесе де үнсіз қабылдады. Аяулым ақталып, Қанаттың асты үстіне түсіп, жағдайын жасап әлек болуда. Сонда Қанат, ұл мекен, қыз бекен деп сұрады. Аяулым сасып, не айтарын білмей абдырап қалды. Ұл деді деп өтірікті айта салды. Асып-сасып, аузына түскен сөзі осы болды. Ішінен, енді қайтпекпін, ішімде бала жоқ, мынау бір басыма бәле болды ғой деп, ойы сан-саққа жүгіріп мазасызданып, өңі қашып кетті. Мұны көрген Қанат, не баланың денсаулығында ақау бар ма? Өңің бұзылып кетті ғой, мазаң қашты ғой деді. Жоқ, бәрі жақсы, жай әшейін сен бала туралы сұрайды деп ойламаппын. Тосыннан қойған соң абдырап қалдым ғой, деді аяулым. Қанат бір шикілік барын сезді де, келесі УЗИ дейма, сондайға мен де барамын, баланың жағдайын көремін, деп аяулымды одан әрі шошытып жіберді. Ол не дегенің, денсаулығың жақсарсын, өзім-ақ барам ғой, қамқорлығыңа рахмет, әуре болма, деп майыса салды. Бірге барамыз, деді Қанат. Аяулым одан әрі не істерін білместен басын изеді. Аяулым ойлана келіп, баланың өздігінен түсіп қалды деп айтамын деп жоспарлады. Сонда ешқандай мәселе болмайды. Есесіне Қанат менің жанымда деп құйтырқы бір ойын іске асырмақ болды. Қанаттың денсаулығы жақсарғаннан кейін ата-анасы аяулымды баланы айтып сөз ете бастады. Қанат қарсыласпай үндемей ғана тыңдайтын. Аяулым Қанаттың үйіне жағдайын сұрауға келді. Әселді айтып, Қанаттың ашуланғанын қалады. Соңында Қанат аяулымға даусын көтеріп ұрсып тастады. Аяулым жылап үйден шығып кетті. Ата-анасы жылаған аяулымды көріп, аяулым қызым-ау, қайда барасың? Не болып қалды тағы да? Деп сұрады. Оны балаңыздан сұраңыз, деп кетіп қалды. Қанат ата-анасының сұрағының біріне де жауап қатпады. Аяулым сол түні ауырып, баланың түсіп қалғандығын Қанатқа хабарлама арқылы жеткізді. Қанат сол түні-ақ жанына келеді деп ойлады.
Ақыры басқа елдің кесірінен баламнан айырылып қалдым. Сенің кесіріңнен. Жазығым, сені сүйгенім бе? Сені жақсы көруге құқығым жоқ па әлде? Діттеген мақсатыңа жеттің. Бала жоқ енді, деп хабарлама жазып жіберді. Қанат бір уақыт өзін кінәлі сезінді. Ертесіне аяулымның жағдайын білуге үйіне барды. Есігі ашық екен. Ауырып жатқан аяулым жоқ. Телефонмен құрбысымен сөйлесіп жатқан көрінеді. Ол енді менің уысымда. Керемет жалынышты күйде хабарлама жазып жібердім. Оның жүрегі нәзік емес пе? Өзін кінәлі сезініп, өзі-ақ келеді. Мен айттым емес пе? Қайтсем де менің жанымда болады. Басында бала дегенде шошып едім. Сенің айтқаныңды жасап едім, бәрі мен ойлағандай болды. Бала да жоқ, ана Әсел де жоқ. Есесіне Қанат бар менің жанымда. Құрбым, той көйлегіңді дайындай бер, деп сықылықтап күліп, мәз-мейрам болып жатқан жерінен Қанат бөлмеге кіріп келді. Қанатты көрген аяулым көзі шарасынан шыға жаздады. Телефон тұтқасын қоя салды. Қанат шапалақтап тұрып, жарайсың аяулым. Сен мықты маман болғанымен қоса, мықты айлакер екенсің ғой. Не деген идея, креативтілік қайда жатыр десеңші. Бала дегенде неге шошығаныңды білдім. Бәсе, бір шикілік барын сезіп едім. Дәл тауыппын. Ата-анаңа өзің айтасың ба, әлде мен айтайын ба, деді. Қанат, тоқташы, тыңдашы, өтінемін. Сенен айырылғым келмейді. Сені сүйемін. Сенің жаныңда болу үшін жасадым. Кешірші мені, кешірші, өтінемін. Сенсіз маған өмір жоқ. Бір мүмкіндік берші, соңғысы, деп аяғына жалынып жылай түсті. Қазірде спектакль құрып тұрған шығарсың. Бір сөзіңе сенбеймін. Шын сүйетін адам бақыт тілейді, есіңде болсын, деп Қанат үйінен шығып кетті. Аяулым жылап қала берді. Қанат үйіне келе сала ата-анасына болған жайттың барлығын айтып берді. Ата-анасы аяулымның жасағанына сенер емес. Мен қазір Әселге барамын. Менің ұсынысымды қабылдағанша артынан қалмаймын. Шын сүйетін адам мен бақытты болуға рұқсат бересіздер ме? Баталарыңызды алуға келдім, деп Қанат шорт кесті. Баламау, сенің бақытты болуыңа еш қарсылығымыз жоқ. Жарайды, дегенің болсын. Құда түсуге қашан барамыз, деді әкесі. Ең алдымен Әселмен сөйлесуге барамын, деді Қанат. Шоқ гүлдерін алып, Әселдің жұмыс орнына келді. Әсел Қанатпен сөйлескісі келмеді. Қанат жұмыс орнының алдында кешке деген орындықта отырып Әселді күтті. Жұмысын аяқтаған Әсел үйіне қайтпақ болды. Қанаттың күтіп отырғанын көрді. Қанат Әсел далаға шыққанын көріп, Әсел, тоқташы, өтінемін, тыңдашы, деп қолынан тартты. Әсел тоқтады да, не туралы айтуға келдің? Сені сүйемін, бірақ отбасымды тастай алмаймын. Кешірші, білмей қалыппын, деуге келдің бе? Деп ашулы екенін білдіріп ақ қойды. Жоқ, Әсел, аяулымның аяғы ауыр емес екен. Ол барлығымызды алдап соққан. Мен бала туралы сұрағанымда абдырап көз бақырайып кеткеннен ақ бір шикілік барын сезген болатынмын. Қателеспеген екенмін. Ұрысты өзі бастап алып, жылап үйден кетіп қалған. Өз айтпақшы, сол күні менің дауыс көтергенімнен жағдайы нашарлап, бала түсіп қалыптымыз. Ертесіне жағдайын сұрауға барғанымда құрбысымен сөйлескенін естідім. Естігенім жақсы болыпты. Әйтпесе, әлі де соның алдауына сеніп жүрер медім. Енді бәрі бітті. Сенің жаныңда болуға рұқсат бар шығар енді, деді Қанат. Сені алдауға мәжбүрлеген, саған деген махаббаты шығар. Саған ессіз ғашық екені көрініп ақ тұр, деді Әсел. Аяулымның сезімі емес, маған сенің сезімің маңызды. Сөздеріңе қарағанда, сенің жауабың иә болғаны ма, деп Әселдің көздеріне қарады. Әсел жай ғана күлімсіреп, басын изеді. Қанат Әселді қатты қысып құшақтап тұрды да, мен сені сүйемін. Сен енді қанша қаласаң да менен кете алмайсың, деді. Қос ғашық үнсіз ғана құшақтасып тұрды. Жылы құшақ, дүрсілдеген жүрек, үнсіз ғана ұғынысқан қос ғашық. Бұдан асқан бақыт бар ма дерсің? Сол күні кешке Қанат Әселді дереу үйіне келіп, ата-анасымен таныстырды. Ата-анасы Әселді жылы қабақ танытып қарсы алды. Кешкі астың үстінде тіпті тойдың күні мен орны да белгіленді. Келесі күні заңды некеге тұру туралы арызда беріп қойған.
Әсел болса ұялыңқырап, ата-анасына айтуға бата алмады. Бүгін ертеңмен күн өте берді. Қанат Әселден ауылдағы үйінің мекен жайын алып өзі барды. Әселдің ата-анасына Әселге үйленгісі келетіндігін жеткізді. Бұл хабар тосынан болғандықтан олар не айтарын білмей қалды. Жөн сұрасып, Қанаттың сөзі де, өзі де көңілдерінен шыққандай. Бір-біріңді түсініп, сезімдерің болса, еш қарсылығымыз жоқ. Бастысы қызымның бақытты болғаны. Қызым неге өзі келмеген? Әлде сырттай көріп, ғашық болып жүрсің бе? Деді әкесі. Жоқ, ол не дегеніңіз? Қазір деп телефонын алып дереу Әселге хабарласты. Әселмен сөйлесіп жатып, ата-анасын көрсетті. Әсел аң-таң. Қалайша? Қайдан жүрсің? Неге бардың? Неге маған айтпадың? Ұят болды-ау. Әкешім, анашым деп Әсел ыңғайсызданып қалды. Саған қарасам асықпайтын көрінесің. Ата-анаңнан рұқсатты өзім сұрауға келдім, деп Қанат күлді. Айналайын қызым, бақытыңды кезіктірген екенсің. Ұстасқан қолдарың мәңгілікке жазылмасын деп әкесі ақ батасын берді. Әумин деп Қанат пен Әсел қуанып жатты. Ендігі мәселе тәтті шай. Оны Әселмен ақылдасып айта жатарсыздар. Ал мен енді жолға шығайын деп Қанат Әселдің ата-анасымен қоштасып жолға шықты. Осылайша екі жақ танысып білісіп той күнінде белгіледі. Екі жастың бақытына арналған той кеші де басталды. Қанат пен Әселдің қуанышына жиналған қонақтар тойханаға лық толды. Ақ тілектері ақтарылып, жастарға бақыт тілеп жатты. Қанат Әселге ақ көйлек киіп, неке жүзігін тағып, менің жарым болғаныңды қанша елестетіп, армандағанымды білсең ғой. Мен әлемдегі ең бақытты адаммын. Сені қайтадан кезіктіріп, өмір жолында бірге болуды бұйырған үшін Құдайға шүкір. Сен әлемдегі ең сұлу қалыңдықсың жаным деп, ішіне сыймай жатқан сезімдерін құлағына сыбырлап жеткізді. Әсел күлімсіреп, өз айтпаса да мөлдіреген көздері мен де дегенді ұқтырып тұрғандай. Екі жастың бір-біріне деген ынтық сезімі, махаббаты олардың көзқарасынан көрініп ақ тұрды. Нағыз қозы мен баян дерсіз. Махаббаттың оты лаулап жанған кезде оны өшіргісі келетін жандар табылатыны айдан анық. Бір қызығын білесіз бе? Мұндай оттың лапылдап жанатыны соншалықты, бірнеше жылдарды артқа тастаса да, қанша су құйсаңыз да сөнбес. Себебі екі жүректің қалауы махаббат отының мәңгілікке лаулауы. Жүректегі махаббат сезімі мәңгілікке өшпес. Бүгінде Қанат пен Әсел үбірлі-шүбірлі отбасыға айналған. Елеуді еңсерген Қанат пен Әсел ұлдарын үйлендіріп, жақында немерелі болғалы жатыр. Жүректегі дүрсілдеген сезім бүгінде сыйластыққа ұласқан. Бір-бірін көздерімен ұғысатын қос ғашық, бір үйдің ақылды, дана отағасы мен отанасы. Бүгінгі күні бақытты, шаттыққа толы күндерді кешуде.